Баршаңызға жалынды сәлем достар. Сіздермен бірге 101 фильм және бүгін сіздерге шынайы өмірден алынған 2019 жылға «Мальчик, который обуздал ветер» атты фильмін қысқаша айтып беретін боламын. Это спасет всех. Убери это с глаз долой. Малавия елінде тұратын Уильям атты жас жігіт үйдегі магнитофонды жөндеп отыр. Жігіт басқаларға қарағанда электрониканы жетік меңгерген, сондықтан тұрғындардың бұзылған заттарын ақшаға жөндеп бермекші. Бірақ та әкесі үшін еңбек етудің тек бір түрі бар, ол қара жұмыс. Трайвер баласын крышаны жөндеуге жіберіп, өзі төсекке баласына арналған сыйлықты қойып кетті. Уильям үшін мектеп формасы шынымен де қымбат сыйлық болатын. Баласы мектепке бара жатқанда әкесі қаладан үкіметке қарсы шеруді байқайды. Трайвердің үлкен қызы мектеп мұғалімін ұнатып жүр, ал директор оқушыларға мотивациясымен бөлісуде. Күтпеген жерден далада жаңбыр басталғанда оқушылар сабақты ұмытып та кетті. Сабақтан кейін Уильям мұғалімге әпкесі жазған конвертті береді. Хатта әпкесі жоғарғы оқу орнына дайындығы үшін мұғалімге алғысын білдірген. Бірақ та мұғалімнің айтуынша Уильямның әкесі оқудың ақшасын әлі төлемегендіктен бала оқудан шығарылуы мүмкін. Бұны естіген Уильямның көңілі түсті, өйткені жас баланың сабақ қарауға мүлдем уақыты жоқ. Барлық сабақты тек жұмыстан кейін түнде қарауға мәжбүр. Көп замай темекі компаниясы тұрғындарға жалақысы мықты жұмыс ұсынады. Ол үшін адамдар ормандағы ағаштарды кесулері керек, бірақ та халықтың айтуынша, егерде ағаштарды кессе, ауылда одан әрі құрғақшылық болып, адамдар аштан қырылуы мүмкін. Бұған қарамастан, жағдайы өте төмен адамдар бұл ұсынысқа келісе бастайды. Осыдан кейін құстарды аулауға шыққан Уильям алыстан ағаштардың азайып бара жатқанын көріп тұр. Аулаған құсты жас бала досымен бірге клубқа кіру үшін ақшаға ауыстырады. Бұл клубта тек ересек балалар көңіл көтеруде. Бір кезде олардың жалғыз магнитофондары бұзылғанда тапқыр бала өзінің физикалық білімі арқылы оны қайта жөндеген болатын. Осыдан кейін клубта оны бәрі құрметтей бастады. Үйге қайтар жолда жас бала әпкесінің мұғаліммен қарым-қатынасты жүргенін көріп, досына бұл жайлы ешкімге айтпауын өтінеді. Келесі күні олар қоқыс алаңында электроника іздеп жүргенде, досы оған мұғалімге кек қайтаруды ұсынады. Екеуі оның велосипедін бұзбақшы екен, бірақ та велосипедке келген Уильям оның жарығы педальды айналдырған сайын күшейетінін көріп, бір идея ойлап табады. Түнде ата-анасының айтуынша Уильямның оқуын төлеуге ақша жетпейді екен. Осылай таңертең директор онымен қоса бірнеше баланы мектептен шығарған болатын. Енді қалған ақшаға әкесі егін алқабын жөндеу үшін темекі компаниясынан біраз орман участогын сатып алмақшы, бірақ та олардың сататын түрі жоқ. Онымен қоса 11 қыркүйек күні Америкада болған терактың кесірінен халықаралық қарым-қатынаста қиыншылықтар көбеюде. Бұның соңы тіпті аштықпен бітуі де мүмкін. Сонда өзінің идеясын есіне түсірген Уильям қоқыстарды аралап әзер дегенде аккумулятор табады. Енді оған тоқ беру үшін жас балаға мұғалімнің көмегі керек. Мұғалім бар білетінін айтса да, Уильямға мектеп кітапханасынан ақпарат керек боп тұр. Бірақ та балаға кіруге рұқсат жоқ. Сонда Уильям мұғалімді мәжбүрлеуді шешті. Егерде ол кітапханаға рұқсат бермесе, онда әпкесімен болған романтиканы бәріне айтып береді екен. Осылай ақыры мұғалімді көндірген жас бала кітапханадан жоспарды жүзеге асыруға керекті кітапты тапты. Көп замай ауылдағы мерекеге президент келген еді. Енді тайпа басшысы одан халық атынан көмек сұрай бастағанда, президент күзетшілерге одан құтылуды бұйырады. Қаншама адамның ішінен тек Уильям досымен бірге көсемді құтқаруда. Бір кезде күзетшілер аспанға атқанда бәрі жаппай паника ұстаған болатын. Президент ауылдан кетті, ал көсем ауыр халде емханада жатыр. Ақыры үкіметтен сенімдері қалған тұрғындар өздері егіндерін жинай бастайды. Соның өзінде де бұл азық бір жылға жетер-жетпес. Енді Трайверға күн көру үшін үйдің крышасын сатудан басқа амал жоқ. Ал үкімет болса ауылдағы аштықты жоққа шығаруда. Ақыры Трайвер ауыл жігіттерімен бірге қаладағы митингке аттанды. Осы кезде Уильям жел генераторын құру туралы мақсатын іске асырмақшы. Генератор желдің арқасында энергия жинап, егін алқабын сумен толтырады екен. Құрылысқа әрине мұғалімнің де көмегі керек. Бірақ та дәл қазір ол Уильямның әпкесіне бірге қалаға қашып кетуді ұсынуда. Бірнеше сағаттан кейін ауылға сатылымға астықтар келді. Еркектер жаппай кезекке тұрғанда бұзақылар бос тұрған үйлерді тонауды шешті. Және де олардың арасында Уильямның да үйі бар. Астықтың бәріне жетпейтінін түсінген Уильям көтеріліс кезінде қоймаға кіріп үлгерді.
Енді шығайын десе, сырттағы адамдар астықты тартып алуы мүмкін. Сондықтан қойманың артынан шыққан болатын. Үйге келген әкесі бар жағдайды естіп, не істерін білмей отыр. Олардың бар жинаған қаражаты тек күніне бір рет тамақтануға жетеді. Үлкен қызы үйдегі кедейлік үшін әкесін кінәлауда, бірақ та анасы күйеуін соңына дейін қорғайды. Көп замай құрғақшылықта басталғанда, Трайвор күн сайын Құдайдан жаңбыр сұрай бастайды. Осындай ауыр кезеңде жүре тұра, Уильям өзінің жоспары жайлы ұмытатын емес. Тіпті күніне бір рет қана жейтін тамағының жартысын білдіртпей итіне бермекші. Бұны көрген әкесі оған ескерту жасады. Түнде Уильям әпкесінен мұғалімді құрылысқа тартуын өтінеді. Ал келесі күні отбасы таң атпай паника ұстап жүр. Сөйтсе Трайвордың үлкен қызы мұғаліммен бірге қашып кеткен екен. Қоштасу хатында қыз отбасына тамақ көбірек жету үшін үйден кетуді шешкенін айтады. Бірақ та Уильям бөлмесінен құрылысқа керекті ең маңызды детальді көрді. Енді жас бала достарынан көмек сұраса, олардың келісетін түрі жоқ. Бір кезде Уильям вентилятор арқылы радионы іске қосқанда, олар да баланың жоспарына сене түсті, осылай бәрі бірге құрылысқа кіріскен болаттан. Ал Уильям болса әкесіне өзінің идеясын көрсетуде. Бұны естіген әкесі қуанудың орнына ашулана түсті. Оның ойынша баласы еріккеннен жүр. Одан да егін алқабына көмектескені дұрыс болар еді. Сонда да бала берілмей әкесінен велосипедті тартып алу үшін достарына жүгінеді, бірақ та әкесі велик үшін төбелесуге дайын, ал балалардың оған батылы жетпейді екен. Осыдан кейін Уильям аштан өлген итін далада жерлеп отыр. Көп замай оған әкесі келгенде жас бала тағы да жоспарын түсіндіруде. Ал бәрін түсінген әкесі бұны соңғы мүмкіндік ретінде қабылдап, ауыл тұрғындарын көмекке шақырады. Ал Уильям ауыр механизммен жұмыс істеуде. Көп замай шланга құдыққа салынып, құрылыс біткенде жас бала соңғы механизмді орнатып, жұмысты аяқтаған болатын. Тұрғындар ғажайыпты күтуде, бірақ та механизм қозғалмаса да олар берілмей қайта жұмысқа кіріседі. Бір кезде қарындары ашқан тұрғындар механизмге қарағанда, сол мезетте суда келген еді. Осылай әкесі баласына ауылды аштан құтқарғаны үшін алғысын білдіруде. Ал адамдар тездетіп егін еге бастады. Арада біраз уақыт өткен соң, Уильямға үкімет жоғарғы мектептен стипендия ұсынады. Жас бала бұл ұсыныстан бас тартпақшы, өйткені ата-анасын жалғыз тастап кете алмайды екен. Ал әкесінің айтуынша, оған бұндай мүмкіндікті жібермеген дұрыс. Өйткені Уильям жоғарғы мектепте оқуға толықтай лайықты. Осымен біздің «Мальчик, который обуздал ветер» атты киномыз аяқталады. Достар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет, және де лайк пен подписаться кнопкаларын басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше келесі видеода жүздескенше сау болыңыздар.